Жасыл климат қоры немесе ЖКQ. Климаттың өзгеруіне қарсы жаһандық күрес үшін құрылған қаржылық құрал. Бұл қордың мақсаты парниктер газдар шығарындыларын азайту және климаттың өзгеруіне бейімделу. Developing countries need between 2 and 4 trillion US dollars annually to avert catastrophic climate change. And private climate finance at scale is critical to meeting this need. The Green Climate Fund, GCF, is the world's largest multilateral climate fund and has committed more than $6 billion in projects across more than 100 countries in the world. These projects are meant to help communities mitigate and adapt to climate change. Наша задача – показать всем и объяснить, как можно получить доступ к этим средствам, в том числе и для бизнеса тоже. Оның жалпы қаржыландыруы $10 миллиард асады. Жасыл климаттық қор климаттың өзгеруіне бойынша жобаларды 50-50 негізі бойынша қаржыландырады. Климаттың өзгеруіне бейімделу бұл ауыл және су шаруашылығының, денсаулықты қорғаудың, азық-түлік қауіпсіздігінің, климатқа тәуелді табиғи апаттар қаупін азайтудың бейімделуі. Парниктер газдар шығарындыларын азайту арқылы климаттың өзгеруінің жағымсыз әсерлерін азайту бұл. Орман және ауыл шаруашылығы, өндіріс, көлік, мегаполис құрылысы. Қаржыландыру гранттар, несиелер, капитал және кепілдіктер түрінде болуы мүмкін. Бұл микро, шағын, орта және ірі жобалар болуы мүмкін. GCF is not a new bank, is not a new agency. We are a trust fund. What we do is that we work through a number of different partners. В настоящее время нашей подведомственной организацией Международный центр зеленых технологий реализуется проект Readiness 2, который финансируется Зеленым климатическим фондом. И в рамках данного проекта была разработана страновая программа. Это очень важный документ, который определяет приоритеты страны именно по борьбе с изменением климата. Жасыл климат қоры өз қызметін ұлттық уәкілетті органмен тікелей өзара әрекеттесу арқылы климаттық бағдарламалар мен жобалар әзірлейтін аккредиттелген ұйымдар арқылы жүзеге асырады. Қазақстан Республикасында қормен өзара әрекеттесуді климаттың өзгеруі саласындағы қызметті үйлестіруге жауапты уәкілетті орган болып табылатын экология және табиғи ресурстар министрлігі жүзеге асырады. Министрлік жобалық ұсыныстарды дайындауға көмектесу арқылы ұлттық ұйымдарды аккредиттеуге сұрау салады. Сондай-ақ, жасыл климат қорына берілетін жобалық ұсыныстарға қарсылық білдірмейтіндігі туралы хаттар ұсынады. As the world's largest climate fund with over 200 partners, GCF, through its private sector facility, is uniquely positioned to accelerate green market creation, deploy more blended finance structures, and unlock the financial flows needed to respond to the climate crisis. We have no time to lose. Let's unlock the investment opportunities for climate impact. Қаржыландыруды алудың алғашқы қадамы. Өтініш беруші ұйымның жобалық идеясын әзірлеу. Екінші, өтініш беруші ұйымның аккредиттелген ұйыммен тұжырымдама жазуы. Үшінші, аккредиттелген ұйымның жобалық ұсынысын дайындау және ұсыну. Төртінші, талдау және ұсыныстар. Бесінші, қор кеңесінің шешімі. Алтыншы, заңды рәсімдеу. Жасыл климат қоры. Бұл жай ғана қор емес, бұл бізді таза ауа, су және планетамыздың саулығы үшін күресе біріктіретін күш. Жасыл климат қоры. Болашаққа қамқорлық, бүгінгі өзгерістің күші.